Балаларыңызды туылғаннан туберкулезден қорғаңыз. БЦЖ вакцинасы балаларды туберкулездің ауыр түрінен сақтайды. Балалардағы туберкулезді анықтаудың ең жылдам және оңай әдісі манту сынамасы. Диаскантез жасырын туберкулез инфекциясын диагностикалау әдісі емханаларда қолжетімді. Туберкулезбен ауырса, міндетті түрде тұрғылықты мекен жайы бойынша емханада тексерілді. Сіз туберкулезбен ауырмайсыз, бірақ туберкулез микробактериясын жұқтырған болсаңыз, алдын ала емделіп туберкулезді болдырмаңыз. Сіз өз дәрігеріңізден туберкулез бойынша қауіпті топтар бар жолын біліңіз. Егер бар болса, жыл сайын флюорографиядан өтіңіз. Туберкулезге қарсы медициналық көмек көрсету емханалардан басталады. Жергілікті аймақтық дәрігерге немесе фтизиатрларға қаралуыңызға болады. Физиопульмонология орталықтарында туберкулезді бактериологиялық диагностикалаудың дәрілерге төзімділікті анықтаумен барлық заманауи әдістері енгізілді. Емдеудің қысқа тәсілдері науқастарға ең тиімді және ыңғайлы. Амбулаторлық емдеудің басымдылығы заманауи және пациентке бағытталған емдеу тәсілі. Халықты ақпараттандыру және әлеуметтік жұмылдыру туберкулезге деген көзқарасты өзгерту жолы. Біз пациенттердің қажеттіліктерін қанағаттандыратын пациентке бағытталған тәсілді ғана қолданамыз. Туберкулезбен күресудегі инновациялар, ПТР анықтау әдісі, квантиферон сынағы, жаңа емдеу тәртібі, заманауи хирургиялық технологиялар. Туберкулез саласындағы үкіметтік емес ұйымдар халықтың әлеуметтік осал топтарымен жұмыс істеуде сенімді серіктес. Амбулаторлық кезеңдегі туберкулезбен ауыратын науқастарға әлеуметтік қорғау көрсету тек көмек емес, үздіксіз емдеуді ынталандыру. Қоғамның міндеті туберкулезге қарсы стигманы жою. Туберкулезге инвестиция салу, туберкулезбен күресте табысқа жетудің негізі. Ұлттық серіктестік Стоп ТБ туберкулезді жоюдың маңызды қозғалысы.